Журналист үзерінде махкеме ишғалетілген Қырымда Ақмеждет махкемесі журналист Микола Семена журналистның ішіні огренмеге башлады. Әвелки отырымда февраль сонуна кечірілген еді. Русияның незареті алтында олған ярымада акимиеті Семенаны сепаратизмге чағырувлары үшін қабатлаған. Бұна көре, она 5 елық апиш жазасының берілмесі мүмкін. Шымдылық журналистке ярымададан чықышы ясақланған. Оның іші гезленілген тәфсилатлары белгісіз. Әділиежелерінің сөзлеріне көре, ижделелерінен тек Қырым Қамачевы ақында мақалесінің лингвистик тәшкірі өдір. Семенінің озу бұтын қабатларыны рет әті. Дейкі миллионларнен инсан кебі мұнақашаларда иштирак еткен екен. Евел Семенінің тақдері бойынша ОБСЕ қасиветіні білдірген еді. Журналистлерінің Халқара ве Авропа Федерациясы ве ұқуқ қоройдылар. Bu manaqashida millionlarca insan iştirak etti. Men de milyonlardan biri edim. Fikir rubrikasında makalelerim çıkaydı. Rusya Federatsiya Anayasının 29. maddesi mana söz serbestligini kefil etti. Şunun için cinayi iş kanunun bu maddelerini ters keldi.